Салем, бүгін бізде қонақта Жазира. Жазира, қош келдің. Сәлеметсіздер ме? Рахмет, Жанар апай. Бүгін біз Жазирамен қарапайым қазақша сөйлемдерді үйренетін боламыз. Мен сұрақ қоямын, ал Жазира жауап береді. Онда бастайық. Кеттік. Жазира, сен қанша жастасың? Мен 8 жастамын. Сен мектепте оқисың ба? Иә, мен 2 сынып бітірдім. Қазір мен жазғы демалыстың ортасындамын. Жазғы демалыс біткен соң 3 сынып боламын. Жарайсың. Жазира, сен мектепке немен барасың? Мен мектепке автобуспен барамын. Яғни, мына аялдамада сол автобусты күтемін. Жазира, бұл қай жер? Бұл менің мектебім. Мен осында оқимын. Сен бос уақытыңда немен айналысқанды ұнатасың? Мен бос уақытымда көшіммен ойнаймын, сурет саламын. Сенің сүйікті түсің қандай? Менің сүйікті түстерім күлгін және қызғылт. Сенің сүйікті пәндерің қандай? Менің сүйікті пәндерім математика және қазақ тілі. Ал сенің сүйікті жемістерің қандай? Менің сүйікті жемістерім алма, банан, алмұрт, шабдалы. Жанар апай, бұл балабақша. Бұл балабақшада кім бар? Бауырым Бақош бар. Бақош қанша жаста? 4,5 жаста. Сендер демалыс күндері не істейсіңдер? Біз демалыс күндері осы ойнайтын жерге келіп ойнаймыз. Осымен видеомыз аяқталды. Сіздерге Жазирамен бірге қазақша үйрену ұнады деген үміттемін. Лайк басып, астына пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Көріскенше. Көріскенше. Итте біз бірге жағалас қалдық. Давай тағы да бір рет өтейін. Жаты! Тұт! Яғни, мына аялдамада. Мен мектепке автобуспен барамын. Ойланба, аялдаманы айтсайшы. Сен айтат деп ойласың. Сен айтасың, давай.